иесіз гап. Фейл бір бақсағызал гаптың бірі иесіз гап. Иесіз гап дегеніміз бұл баянлауыш арқалы басылауышты тауып болмайды. Басылауышы жоқ, һәм баянлауыш арқалы да тауып алмайсың. Себебі тауғанда біздер атау сеплігінің қосымтасын қойып тауамыз ғой, баянлауыш арқылы тауып болмайды. Бұнда неге? Себебі баянлаушылар қоспа фейл түрінде келеді. Қоспа фейл болғанлығы үшін бұған сұрау қойып, кім не деген сұрауларды қойып, басылаушты тауып болмайды. Бұған мысаллар келтірсек, мысалы, адамның аралға жүргісі, оны көргісі келеді. Бұл жерде көргісі келеді баянлауыш болып тұрды. Енді көргісі келеді дегеніміз сәл басылауышы сәл не қылмайды. Басылауышын айтайын десе, оның көргісі келеді дегенге кетіп қала береді. Сол үшін басылауышы жоқ болған аздай, басылауышын тауы да мүмкін емес та, иесіз гаплерде мысалы. Иесіз гаптың баянлауышы көбінесе мақме қосымталы харекетат фейлінен керек, мүмкін, лазым, дәркар, сияқты мадал сөздердің тізбекілесуінен болады. Мысалы, қауашалар тез-тез суғарып тұру керек деген баянлаушымыз, оған басылауыш тауылмайсың. Не суғарып тұру керек, кім суғарып тұру керек, кеспейді. Сөз стилік жақтан тұрыс болмайды. Һәм басылаушын тауып болмайды. Сол үшін иесіз гап делінеді ол. Мысалы, тілек мейілден болады. Бұған Сейілханның отырғысы келмеді деген, отырғысы келмеді, басылаушын тауып болмайды, яғни иесіз гап. Ямаса тура келді дегенге саған сөздер, менің де іркілуіме тура келді деген баянлауыш иесіз гаплер. Ямаса оны сөзден ұтып болмайды, деген қосымта, хал фейлдің қосымталы арқалы ұтып болмайды. Демек бұлар иесіз гаплеріміз осындай болады екен.